Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің өтетін тақырып Enel компаниясының өнімі антитокс шай және оның құрамындағы табиғи өсімдіктер туралы айтатын боламын. Антитокс шайының құрамындағы қызыл жидек жапырағы, гүлшетен мен жебіршөптен басқа табиғи өсімдіктер көп. Бұл өсімдіктер ағзадан зиянды заттарды тез шығарып, адамды әлдендіруге үлкен көмегін тигізеді. Адам күнделікті қоршаған ортаның жағымсыз факторларына душар болады. Олар ауа райы, автокөліктерден шығатын газ, күннің белсенділігі, қоршаған ортаның агрессивті әсері ағзадағы бос радикалдардың артуына соқтырады. Олар жасушалардың жарғағын бұзып, ауру тудырады, қартаю процестерін жеделдетеді және реакцияны тоқтатып, адамды аурудан қорғап, қартаюды бәсеңдететін болады. Антитокс шайының құрамында курил шайы, қызыл жидек және жебіршөп секілді табиғи өнімдер өте көп. Бұл өсімдіктердің құрамында иммунитетті күшейтуге қажетті минералдар мен дәрумендер бар. Олар ағзаның токсиндерін сыртқа шығарады, тамаша сергіткіш қасиеті де бар. Антитокс шайының құрамына көк шай, курил жапырағы, алтын шыбық шөп, қызыл жидек жапырағы, жебіршөп және гүлшетен жапырағы жатады. Курил шайы радиоактивті заттарды жұтып, оның ағзаға таралуына үлкен тосқауыл болады. Микробқа қарсы әрекет ететін, қақырық түсіретін, өт айдайтын және қан тоқтататын қасиеті бар. Көк шай жүрек пен орталық жүйке жүйесінің қызметін жандандырып, жұмыс өнімділігі мен белсенділігін арттырады. Күйзеліс пен шаршауды басады. Құрамында бос радикалдармен күресіп, қартаю процесін бәсеңдететін полифеналар бар. Терінің, тамырының ахуалын жақсартып, тромб түзілуінің алдын алады. Ал алтын шыбық болса, халық медицинасында зәр-айдағыш құрал ретінде, сонымен қатар бүйрек пен қуықтағы тастарды еріту үшін де қолданылады. Ағзадағы артық сұйықтықты токсиндермен бірге сыртқа шығарады. Қызыл жидек қуық пен несеп жолы ауруына, несеп тас ауруларына, қышқылы төмен гастрит, артрит, подагра ауруларына шалдыққанда зәр-айдағыш және дезинфекциялық құрал ретінде де қолданылады. Қабынуға қарсы әсер етіп, ауырсынуды басады. Ежелден бері тұз алмасуды қалпына келтіретін құрал ретінде де пайдаланып келеді. Жебіршөптің антисептикалық қасиеті бар. Ол асқазан сөлінің бөлінуін жеделдетіп, асқазан ішек жолындағы түйілуді басады және газдың сыртқа шығаруын жақсартады. Гүлшетен өт айдайтын және зәр айдайтын қасиетке ие. Тыныс алу мүшелері ауырғанда, жұтқыншақ пен көмекке қабынғанда, суық тиіп бас ауырғанда, асқазан, ішек, жүрек, қан-тамыр және тері ауруларына шалдыққанда гүлшетеннің үлкен көмегі зор. Антитокс шайын тек сусын ретінде ғана қолданамыз. Қалауыңызға қарай қант немесе бал, лимон қосуыңызға болады. Ескерту: несеп тас ауруына шалдыққан адамдар емдеуші дәрігермен ақылдаса отырып қолдану керек. Өнім құрамындағы кей компоненттерді көтере алмаған жағдайда мүлде қолданбаған жөн. Қарсы көрсетімдері: асқынған жүйке қозғыштығы, ұйқысыздық, жоғары артериялық қан қысымы, жүректің жұмыс істеу ырғағының бұзылуы, жүктілік және бала емізу кезінде мүлде қолдануға болмайды. Достар, егер де менің YouTube каналым ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, астына пікір жазуды ұмытпаңыздар. Бұдан да қызық видеолар болады. Мені тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет, сау болыңыздар.